Армысыздар достар. Шымкент қаласы номер 83-ші жалпы орта білім беретін мектеп оқушылары тәуелсіздік күніне арналған эстафеталық челленджді көршілес қауымдастық номері 125-ші жалпы орта білім беретін мектептен қабылдап алдық. 28 жыл азаттық. Өзімізді құрсауданда босаттық. Ақтадық біз ата-баба үмітін. Қолда қазір көк туменен бостандық. Желтоқсанның қанды суық ызғары, қалың әскер қазағымды қорлады. Тәуелсіздік қолдаған жастарымның отан үшін табандары тозбады. Жүректе намыс оты лапылдаған, күш жігері жастардың сарқылмаған. Отан үшін олар шығып алаңға, қарсы ағып өзендей тасқындаған. Жауына табынбаған, от болып жалындаған, азаттық қоныс қылған, елінде бақыт тұнған. Қыраны еркін самғап, аспанда қылықтаған, желбіреп жалаулары ені жоқ даласында әнұраны шарықтаған. Бәріне құшақ ашып, ешкімді жатсынбаған, көңіл ашық қашанда бар елмен туыс болған, дұшпанды тұрса күліп, қиып түсер қылыш болған, дәстүрін ұмытпаған, ұлыларын ұлықтаған, зымзия харамдарды жанына жуытпаған. Желтоқсанның желі, аязы ызғары, қанды мұзда талай қазақ сыздады. Ұлт қамышы шыққан сол күн алаңға, азап шекті қайсар қазақ қыздары. Талай қазақ қыздарында тоңдыра, талай қазақ гүлдерінде солдыра. Ел билеуге алып келді Колбинді, қазақ ұлы Қонаевтың орнына. Жайлау, көкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймыз, көк кілем. Маңдайымнан сипап өткен самалды, қазағымның аламаны деп тілем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жата текен, күннің өзі ұясына қимай оны бата текен. Шымкент қаласы номері 83-ші жалпы орта білім беретін мектебі 16 желтоқсан тәуелсіздік күні мерекесіне арналған тәуелсіздік жырлайды атты челленджді Шымкент қаласындағы барлық мектептерге жолдайды. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.